Облыстың үздік кітапханашысы анықталды. 24 қазан кітапханашылар күні қарсаңында ұйымдастырылған байқауда өз ісінің шеберлері сынға түсті. Олар қазылар алқасының назарына шығармашылық жұмыстарын ұсынып, шеберлік сағатын өткізді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кітапхана мемлекеттің, ұлттың негізгі жады деді. Тәуелсіздік алған тұста тоқырауға ұшыраған кітапханалардың қазіргі жағдайы қандай? Кітап оқитындар бар ма? Келесі бейне материалдан көріңіз. Роза Әбдікова Шалқар қалалық кітапханасында еңбек етеді. 30 жыл ғұмырын осы салаға арнаған білікті маманның оқымаған шығармасы кем-дегем. Көркем әдебиетке деген құмарлық құрметті мамандыққа келуіне ықпал еткен. Жақсы кітапханашы болу жан-жақтылықты талап етеді дейді ол. Кітапханашы білімді болу керек. Ол келген адамдарға сөйлесе отырып, ол адамға қандай кітап керек, соны дөп басуымыз керек. Ол психолог та болу керек, себебі ол адамға қандай кітап керек, ол қандай жанрда қызығады. Мінекей соны біз сөйлесу барысында байқап, сол адамға негізгі кітаптарды ұсынып отырсақ, онда ол әрмен қарай өзін дамытып алып кете алады. Жаңа технологиялар мен цифрландырудың қарқынды дамуына қарамастан кітапхана ізгілік мекені болып қала бермек. Өйткені әлемнің қай бұрышына бармаңыз ақысыз қызмет көрсететін кітапханалар ғана. Роза Әбдікованың айтуынша, қазір қайтадан кітап оқитын қоғам қалыптасып келеді. Біздің кезімізде кітапхана қызығушылық өте жоғары деңгейде болды. Себебі ол кезде әлеуметтік желі деген болған жоқ. Біз кітаппен өстік. Кітаптың ішіндегі кереметтермен танысып, сол арқылы өзіміздің білім көкжиегімізді кеңейтіп, адам танып, осындай кітаппен дос болып өстік. Ал онан кейінгі кезеңдерде міне кітапхана тоқырау болды. Ол уақыттарда кітап оқылмай қалған кезеңдер болды. Ал қазіргі кездерде қайтадан кітапқа деген қызығушылық артып келе жатыр. Жастардың арасында болсын, үлкен адамдардың арасында болсын, кітапқа деген қызығушылық артып, кітапты қайтадан оқи бастаған жаңа кезеңге аяқ басып келе жатырмыз. Шара осындай білікті кітапханашылардың озық тәжірибелерін үлгету мақсатында ұйымдастырылған. Байқауға қатысуға облыстың 16 кітапханашысы өтініш беріпті. Алғашқы кезеңде құжаттары мен шығармашылық жұмыстары сараланып, үздіктері екінші кезеңге жолдама алды. Екінші кезеңде сұрақ-жауап болады, өздерінің портфолиоларын қорғайды, және де бір шеберлік сағаттарын көрсетеді. Бұл байқау өзара іс-тәжірибе алмасу әрі кітапханашылардың имиджін көтеру мақсатында. Кітап оқитын ел зиялы ұлтқа айналады деді мемлекет басшысы. Жас ұрпақты кітаппен достастыру, ғаламторға шырмалған заманда көркем әдебиет оқуға ынтасын ашу кітапханашыларға артылған зор міндет. Гүлдана Байқызы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.